осы салаға түскім келген кезде бізде ой қыздар істемейді, оны қыздарға арналмаған деп құжаттарымды қабылдамай қойды. Сөйтіп 3-ші курста осы біздің Исаков Аман ағайымыз сол кісі көр істеп көр классымызға келіп деп ұсыныс айтқан соң барып бір комплект жасап көрдім. 2017-те Астана Экспо 2017-ге этнолога көрмесіне қатыстым. Осы жұмыс істеп келе жатырмыз. Заказдар әртүрлі қаладан келеді, Қазақстан бойынша. Соны почта арқылы жібере береміз. 2022 жылы осы қолдау бағдарламасына қатысып 5 миллион грантты ұтып алдым. Сол грант бойынша өзіме керекті құрал-саймандарды алып, мына енді одан арман дамытайын деген ойда бар қазір жоспарда. Қазір кішкене декреттемін, 5 айлық баламен отырып қалдым, сонымен біраз уақыт жұмыс істей алмай жатырмын. Алдағы уақытта кеңею, мүмкін үлкен қалаға көшіп, сол жақта дамытып, осы сергелік өнерін, Қазақстанның сергелік өнеріне бір өзімнің үлесімді қосу дамуына. Енді тұрмыс құрғаннан кейін әйел кісінің қыз баланың жолы жіңішке дейді. Негізі бастапқыда бірден жұмысқа отыра алмадым. Үйде атам болды, мамам деп айтып, енеміз үлкен кісілер болғандықтан күйеуіммен сыртқа бір жаққа шығып жұмыс істеуіне қарсы болды. Бастапқы бірінші жылда ашып бермеді. Келесі жылы ашып берді. Сөйтіп жұмыс бастап кеттік. Бірақ енді ол кісі мені қолдады. Күйеуім арқасында осы ашып үйдің жанында ғана істейсің бірақ деді. Енді алдағы уақытта болашақта бұйырса Алматыда үлкен бір цех болып ашылып жатсам деген үлкен бір арманым бар. Өзімдік бір брендімді ашып, өзімнің стилімді, осындай қазақи этностиль дейді, этномодерн, этнический стильді қазақиді жаңашыландырып, осы заманға сай етіп түрлендіріп, қыз-келіншектеріміз сүйсініп тағатындай жасағым келеді.